Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге Франция елінің сүйікті тағамдарының бірі рататуйдың өзгеше өзгертілген рецептімен бөліскім келеді. Бұл рецептің өзгешелігі бұл тағамның ішінде котлеттер бар, оригиналында жоқ. Осындай котлеттермен жасасаңыздар өте тойымды болады және сочный болып өте дәмді тағам болады. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен котлеттерімізді дайындаймыз. Ол үшін фаршымызға жұмыртқаны, тұз, бұрыш, түрлі дәмдеуіштерді қосып, ұн мен пиязды қосып, жақсылап араластырамыз, видеода көрсетілгендей. Содан соң баклажанымызды видеода көрсетілгендей етіп турап, суық суға салып, үстінен тұз салып, 1 сағатқа қалдырамыз. Кәді мен қызанақты да тура сөйтіп, домалақтап турап аламыз. Ыдысымызды майлап, осындай видеода көрсетілгендей котлет, қызанақ, кәді және баклажан етіп қатарымен жасаймыз. Соусы үшін томат пастасын, сұйық май, түрлі дәмдеуіштер және тұз, қайнатылған су араластырып, соус жасаймыз. Соусты дайын тамақтың үстіне құйып, 180 градус пеште 60 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің тамағымыз дайын, өте сочный, дәмді болып шықты. Дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.